Нота жасанды интеллекті бұл аудио мен бейне жазбаларды автоматты түрде мәтінге айналдыратын жасанды интеллект негізіндегі онлайн сервис. Бұл бізге көбінесе лекцияларды, жиналыстарды, сұхбаттарды, болмаса сабақ барысындағы шығармаларды, мазмұндамаларды, яғни дауыс жазбаларын тез әрі нақты мәтінге айналдыруға арналған тиімді платформа болып саналады. Нота AI бағдарламасына тіркелейік. Ең алдымен, егер де біз осы уақытқа дейін бұл сайтқа кірмеген болсақ, Start for Free бағдарламасын басамыз. Алғаш рет қолданып тұрсақ. Мен мысалы Google аккаунтпен кірген, маған қолайлы. Сол себепті өзім Google аккаунтымды таңдаймын. Подтвердить. Егер де сіздерде Google аккаунт болмаса, онда электронды поштаның көмегімен кіруге болады. Мына жерде тіркелу барысында сіз нені қалайсыз? Яғни транскрипция жасауды, болмаса одан басқа да деген батырманы басуға болады. Student деп жазайық. Платформаның интерфейсіне тоқталатын болсақ, Home батырмасын басайық. Ең басты бетінде Instant Record батырмасы тұр. Бұл батырма бізде микрофон арқылы нақты уақытта дауыс жазып, бірден сол жазылған дауысты мәтінге автоматты түрде аударып береді. Бұл функция әсіресе лекция, сұхбат немесе идеяны тез жазу үшін өте ыңғайлы болып табылады. Келесі upload, яғни upload және де транскрипт. Бұл дегеніміз файлды жүктеп мәтінге айналдыру. Яғни дайын аудио файлды немесе бейне материалды, кез келген, мысалы мен өзім осы уақытқа дейін дайындаған бейне сабақтарымды алып, осында енгізетін болсам, сол жерде айтылған сөздердің барлығын менде мәтінге айналдырып береді. Яғни видеодағы, аудио жазбадағы сөздерді мәтінге айналдыру үшін ең тиімді формат осы болып табылады. Келесі Record Online Meeting. Бұл жерде Zoom, Google Meet, Microsoft Teams сияқты платформаларда өткен онлайн кездесулерді жазу үшін арналған. Яғни Нота бізде кездесулерімізді автоматты түрде тыңдап, оны лезде мәтінге айналдырып бере алады. Келесі Record Screen, яғни экранды жазу, запись экраны жасау. Бұл функция экранда болып жатқан әрекеттерді видеоға жазып, сонымен қатар дыбысты мәтінге айналдыру үшін қолданылады. Яғни сол видеодағы айтылған сөздерді бірден мәтінге айналдырып береді. Келесі төменде қарастыратынымыз My Records, яғни менің жасаған жазбаларым. Бұл бөлімде менің осы уақытқа дейін жасаған барлық жазбаларым сақталып тұрады. Ол мәтін болуы мүмкін, ол видео болуы мүмкін, болмаса аудио болуы мүмкін. Барлығы My Records бөлімінде көрсетіледі. Recent ол жақында қосылғандар. Қазір біз алғаш рет тіркеліп жатқандықтан бізде барлық бөлім пустой болады. Started деген таңдауларымыз, яғни біз үшін ең маңызды, ең жақсы жұмыстарды біз жұлдызша қою арқылы таңдап белгілей аламыз. Келесі Created by me, яғни мен жасаған жазбалар. Біз өзіміз жасаған барлық жазбалар осы жерде сақталады. Бұл жеке өзіңіз жасап алған файлдардың тізімі. Яғни мына жерде мен өзімнің жасаған файлдарымның тізімі көрсетіліп тұрады. Share it with me деген батырма маған жіберілгендер, яғни басқа да тұтынушылардың, яғни осы бағдарламаны қолданатын тұтынушылардың маған жіберген жазбалары осы бөлімде көрсетіліп тұрады. Келесі қарастыратынымыз бізде тегін форматта, яғни тегін жоспарда 120 минут түрлендіруге беріледі. 120 минут дегеніміз біздің видеоларымыздың, аудио жазбаларымыздың барлығының қосындысы 120 минуттан аспау керек. Ол тек 120 минутқа дейін ғана бізде тегін түрде жұмыс істеп бере алады. Егер осы уақытқа дейін жасаған видеоларымыздың, аудиоларымыздың минуттарының қосындысы 120-дан асатын болса, онда ары қарай уже ақылы формаға өтуге тура келеді. Келесі өзіміздің тіркелген аккаунтымызды басатын болсақ, бұл жерде жалпы баптаулар, ботпен байланысқа шығу, яғни дисплейдің тілін таңдау. Біз үшін ең қолайлы тіл ағылшын болғандықтан ағылшын тілін белгіледім. Келесі transcription language. Мысалы, біз жаңағы енгізген мәтіндерді, аудио жазбаларды, бейне сабақтарды қандай тілге аудару керек екен осы жерден белгілей аламыз. Көптеген тілдерді қамтиды. Бірақ мына жерде көрсетілгендері бұлар бізде тегін формада қолдана аламыз. Ақылы түрде қазақ тілі бар, ал тегін түрінде қазақ тілі кездеспейді. Нота AI бағдарламасы бізде сайт түрінде ғана емес, және де телефонға орнатылатын қосымша түрінде де жүреді. Оны біз Android және де iOS-ті қамтитын телефондарға орната аламыз. Нота AI программасының
Note.ai бағдарламасының ақылы жоспарларын көру үшін жоғарғы бөлігіндегі менюда прайсинг батырмасын басамыз. Сол кезде бізге ақылы түрдегі жоспарларын көрсетеді. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Ең біріншісі free, яғни тегін жоспар. Бұл жерде айына 0 теңге төленеді. Бір адамға арналған. Айына 120 минутты дыбысты мәтінге айналдыруға мүмкіндік берілген. Яғни бір айда біз 120 минут қолдана аламыз тегін. Одан кейін әр әңгіме 3 минутқа дейін, яғни біздің бір аудио жазбамыз 3 минуттан аспау керек. Келесі бір артықшылығы ол айына 50 файл жүктеуге мүмкіндік берілген. Одан кейінгісі 10 жасанды интеллекттің арқылы қысқаша шолу жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар веб жиналысты жазып, оны мәтінге айналдырады. Мысалы, бізде онлайн вебинарлар Microsoft Teams, Google Meet және де Zoom сияқты платформаларда өтеді. Солардың барлығын бізде ол мәтінге айналдырып бере алады. Яғни жиналыста айтылған мәліметтерді жазбаға жазып, осы бағдарламаға енгізген кезде оны бізге мәтінге айналдырып береді. Келесі түрі ол про кәсіби жоспар. Айына $8,17 құрайды. Бір адамға арналған. Бір айда 1800 минут беріледі. Және де бастапқы тегін түрінде бір аудио жазбамыз 3 минуттан аспаса, бұл жерде бір аудио жазба 90 минутты құрауы мүмкін. Яғни біз тіпті фильмдердің жазбаларын енгізсек, сол фильмді бізде өзіміздің қалаған тілімізге аударып бере алады. Келесі бір ерекшелігі ол бір айда 100 файлға дейін жүктей аламыз. Бағдарламаның ішіне 100 файлға дейін енгізе аламыз. Одан кейін 30 жасанды интеллект құрамдарын қолданады. Және де сонымен қатар транскрипцияны экспорттап жүктей алады, мәтінді аудара алады. Одан кейін өз сөздігіңізді жасауға болады. Яғни біз енгізген аудиожазбаның ішіндегі қиын, біз білмейтін сөздерден пайдаланып, соларды бізде сол сөздердің жиынтығынан бізге сөздік жасап береді. Келесі түрі бизнес жоспар. Бағасы айына $16,67 қарастырады. Және де бұл бір ғана адам емес, команда үшін арналған. Мысалы, бір емес 2 адам таңдасақ, адам санына байланысты ай сайынғы төлемақысы да өзгеріп отырады. Бұның ерекшеліктеріне тоқталып өтетін болсақ, шексіз минуттар беріледі. Яғни қанша минут аударсақ та өзіміз білеміз, бізде ешқандай шектеу жоқ. Әр әңгіме 5 сағатқа дейін 5-6 сағатты құрайтын аудио жазбалар, видео жазбаларды енгізе аламыз. 200 файлды жүктей аламыз. Және де 50 жасанды интеллект түрін қолданады. 50 мүмкіндігі бар. Сонымен қатар ең басты ерекшеліктері бұл жерде веб жиналысты видеоға жаза алады, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, есеп беру мүмкіндігі бар. Одан кейін CRM және де Zapier интеграциясын қолданады. Келесі бір түрі ол Enterprise, яғни үлкен командалар үшін, компаниялар үшін арналған. Бұл жоспар 51 адамнан басталады. Яғни 50-ден астам адам болған кезде ғана осы жоспарды қолдануға мүмкіндік бар. Шексіз транскрипция және де әр әңгіме 5 сағатқа дейін, бастапқы жаңағы бизнес түріне ұқсас бұл жерде де. Сонымен қатар ең басты ерекшеліктері бұл жерде деректерді қорғау, яғни енгізілген мәліметтерді қорғау ықтималдылығы өте жоғары болады. Құжаттардың аудиты, икемді төлем және де жоғарғы деңгейлі қолдауды қамтамасыз етеді. Басқа да жасанды интеллект құралдары секілді Note.ai-дың да өзіндік бір промпттары болады. Жалпы промпт дегеніміз ол нақты тапсырма беру үшін жазылатын нұсқаулық немесе сұраныс мәтіні. Note.ai-дың промпттарына мысалдар келтірейік. Ең алдымен біріншісі ол қысқаша мазмұнын жасау промпты. Мысалы, біз жаңа дәрістерде отырған кезде ол дәріс ұзақ уақыт алуы мүмкін, яғни 40-60 минут аралығын қамтиды. Егер де сол дәріс жазылған аудионы біз енгізіп, жаңағы жасанды интеллекттен бұл жазбаның ішіндегі негізгі идеяны қысқаша мазмұндап бер деп сұрайтын болсақ, 40-60 минутты қамтитын мәтіннен бізде бар жоғы 25-30 сөйлемнен тұратын, негізгі деректерден тұратын мәтін дайындап беру мүмкін. Екінші мысал ретінде алатын болсақ, кездесу хаттамасын жасау промпты. Бұл жерде онлайн жиналыстан кейін есеп дайындау үшін қолданылады. Промпты қалай енгіземіз? Ол бұл жерде осы дыбыстық жазбаға негізделген ресми кездесудің хаттамасын жасап бер деп сұраныс білдіреміз. Бұл жерде жаңа айтып отқандай онлайн жиналыстар өтетін Google Meet, Zoom платформасындағы жасалған бейне сабақтың, болмаса аудио жазбаның енгізіп, сол жазбадағы негізгі мәліметтердің көмегімен хаттама жазып бер десек, ол бізге бастапқы нақты деректердің көмегімен хаттама құрастырып бере алады. Үшінші, мәтінді жоспарға бөлу промпты. Бұл жерде дыбысты логикалық құрылымға бөлу үшін промпты былай енгіземіз. Бұл жазбаның негізгі тақырыптарын және тарауларын жоспар түрінде жазып бер дейміз. Яғни жаңағы
біз айтып өткен аудиожазбада немесе бейне сабақта бейнеде айтылған сөздердің логикалық бір-бірімен байланысын түсіндіріп бер дейміз. Яғни сол жерде аталған мәліметтердің көмегімен жоспар құрастырып береді. Бірімен бірін байланыстырып түсінікті болатындай етіп істеп бере алады. Келесі төртінші мысал түсінікті қарапайым тілдерге аудару промпты. Мәтінді жеңілдету үшін арналған. Бұл жерде біз промптты күрделі сөздерді жеңіл тілмен түсіндіріп, мәтінді қарапайым стильде жазып бер деп енгіземіз. Себебі жаңағы дәрістер, онлайн жиналыстар көбінде ғылыми академиялық стильде айтылатын сөздер қолданылады. Дәрістерде ол сөздерді оқушылар түсінбеуі мүмкін. Сол себепті сол жерде айтылған сөздерді қарапайым жеңіл тілмен түсіндіріп бер деп біз сұраныс білдіретін болсақ, айтылған дәріс те, жиналыс барысындағы айтылған мәліметтер де оқушылар үшін, болмаса мұғалімдер үшін өте түсінікті болып саналады. 5-ші мысал әрекет жоспарын құру промпты. Бұл жерде жиналыс немесе дәрістен кейін қандай қадамдар жасау керектігін жазу үшін промптты енгіземіз. Оны осы аудиодан алынған ақпаратқа негізделіп, нақты әрекет жоспарын жазып бер деп жазамыз. Яғни жаңағы аудиожазбаларда, бейнелерде айтылған деректердің көмегімен қандай, мысалы ол жерде бізде тапсырмалар айтылуы мүмкін. Сол тапсырмалардың тізімін ары қарай қандай қызметтер жасау керек екенін, қандай процестерді жүзеге асыру керек екенін барлығын жоспарын құрастырып береді. Жалпы Nota.ai-дың промпттарын дыбысты жай ғана мәтінге айналдырып қана қоймай, оны толық түсінікті, құрылымды және дайын құжатқа айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл тек қана мұғалімдерге ғана емес, оқушыларға да өте пайдалы құрал болып саналады. Нотта жасанды интеллектімен жұмыс істеуге бірнеше мысалдар келтірейін. Соның ең алғашқысы Instant Record бөлімі. Яғни мен бұл жерде қазір интернет желісінен алынған бір отбасы жайлы топикті оқимын. Ағылшын тілінде жазылған. Және де сол топикта не туралы, қандай ақпараттар айтылғанын бізде бағдарлама орыс тіліне аударып береді. Instant Record бөлімінің көмегімен мен интернет желісінен алынған отбасы жайлы мәтінді өзім аудиожазбаға айналдырдым. Яғни өзім дыбыстап отырдым, және де сол жазбаны бағдарлама өзіне жазып алды да мәтінге айналдырды. Яғни отбасы жайлы, отбасында 3 адам бар екені, олардың жастары, мамандықтары, кім болып қызмет атқарады, және де қандай адамдар екен барлығы жазылған. Дәл сол мен айтқан аудиожазбаның көмегімен мәтін пайда болды ағылшын тілінде. Сол ағылшын тіліндегі мәтінді бізде бағдарлама орыс тіліне аударып дайындырып берді. Оны жаңа экранның сол жақ бетінде міне сводка деп көрсетіп тұр. Бұл жерде мен спикер болып, спикердің рөлін атқарып тұрмын. Яғни өзім отбасым жайлы айтқан секілді. Бұл жерде анасы, әкесі және де өзі отбасында 3 адам тұратыны, олардың жасы, жұмыстары және де олар қандай адамдар екен жайлы барлығы толық жазылған. Міне, біздің айтқан мәліметтерімізді 5 секундқа дейін қандай мәлімет айттық, 16 секундта қандай мәлімет айттық, барлығын бізде жіктеп түсіндіріп береді. Соңғы бөлімінде қыз өзінің арманы және де қайда оқитыны жайлы барлығын айтып өткен. Жалпы алғанда артықшылықтары өте көп, дыбысты нақты және тез мәтінге айналдырады. Жиналыс кезінде спикерлерді ажыратып жаза алады, яғни диалог болса, диалогтарды да бірінші адам, екінші адам деген сияқты бөліп жазу ол үшін ешқандай қиындық тудырмайды. Ең бір кемшілігін айтатын болсақ, біз сияқты қазақ тіліндегі мұғалімдерге, оқушыларға қазақ тілінде жұмыс жасау үшін ақылы түрін сатып алу керек болады. Ал ақылы түрін сатып алуға қажет етпейтін болған жағдайда онда орыс тіліне аударып береді. Қорытындылайтын болсақ, Nota.ai ол білім беру, бизнес және жеке қолдану үшін ыңғайлы және де уақытты үнемдеуге, мәліметтерді жүйелеуге көмектесетін пайдалы құрал. Оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де, зерттеушілер үшін де таптырмас көмекші болып саналады.